сұрағым жоқ. Сарапшы ханым, жаңа сіз қара бетті қорлау сөзіне жатады дедіңіз. Ол жерде қара бет. Ол кімнің Өмірбаевтың кожасының цветі қара ғой, и беті бар қара бет. Ол менің ойым. Ол кожасының цветі қара. Мен қара бет деймін оны осыдан кейін. Мен мысалға сары бет деп жазып жатқан жоқпын ғой, жерге кожасының цветіне қарап қара бет деп жаздым. А сіз қалай оған сараптама жасадыңыз? Қара бет қалай түсінесіз соны сұрасыз? Қара бет сіз қалай түсінесіз? Мен мысалы қара бет деп, мысалы ана жерде қара кім бар кожасының цветі? Ана кісі қара бет мысалы. Қара бетпен ақ бетпен қара бет бар. Ал ол жерде Өмірбаевтың кожасының цветіне қарадым, кожасының цветі қара мысалға. Сіз қалай сараптама жасайсыз? Мына қара кожасының цветі қара бет. Ол кісі мысалы шағымданып тұрған жоқ, арызданып тұрған жоқ, кожасының цветі қара, оған онда тұрған ештеңе жоқ мысалға. Сұрақ түсінікті ма сізге? Сарапшы.